Немат Келімбетов 1937 жылы Бұқар қаласында жарық дүние есігін ашады. Әкесі Келімбет өз заманынан озық туған білімдар адам болды. Әкеден көрген тағылымы оны әдебиет әлеміне алып келді. Әуелі Оңтүстік Қазақстан Ленин жолы газетінің редакциясында жұмысқа орналасып, өз ойында жүрген мақалаларын жаза бастайды. 1966 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті филология факультетінде журналистика мамандығын сырттай бітіріп, социалистік Қазақстан газетінде әдеби қызметкер болып жұмысқа етене араласады. Жастайынан халық ауыз әдебиетіне қарық болып өскен ол атақты ғалым Бейсенбай Кенжебаевтың шәкірті болып, халық қазынасын ғылыми түрде зерттеуге кіріседі. Бейсенбай Кенжебаевтай ғұлама ғалымнан тағылым алып, бала күнінен көкірегіне тоқыған шығыс пен парсының қазақтың аңыз дастандарын тереңдей зерттеп, қазақ әдебиеті мен мәдениетінің түп тамырының тым тереңде жатқанын ғылыми түрде дәлелдеу жолында Немат Келімбетов айрықша еңбек сіңірді. Тағдыр басына тауқымет салса да еш мойымады. Төсекке таңылып жатып, шығармаларын жаза бастады. Ұлыма хат дейтін монологын оқыған адамның ет жүрегі ежірейді. Анасы о дүниелік болған хабарды естіп, ауылына барып бақылдасуды шешеді. Өмір мен өлім, қуаныш пен қайғы қатар алмасқан мынау дүние Немат Келімбетовке орныңнан тұр, қайта тұр деп тіл қатқандай. Табытта жатқан анасы оған сенің өмір сүруге хақың бар деп ескегендей әсерде қаласың. Үміт үзгім келмейді дейтін әйгілі шығармасы осыдан кейін өмірге келді. Үміт үзгім келмейді шығармасы театр сахнасында көрерменнің жүрегіне терең бойлаған спектакль болды. Адам ғұмыры алуан түрлі сынақпен шыңдалады. Немат Келімбетов қарағайға қарсы біткен бұтақтай қайсарлық танытып, отбасын асырау үшін аударма жұмысымен айналысады. Көп жылдан астам төсекке таңылып жатып, үздіксіз ізденістер мен еңбектенудің арқасында көптеген аудармалар жасаумен қатар түркология саласы бойынша ғылыми еңбек жазады. Жарық дүниеден үмітін үзбеген қайсар рухының арқасында өмірге қайта келгендей болып ұстаздықпен айналысты. Немат Келімбетовтың әдеби ғылыми мұралары әлем елдеріне тарады. Оқырман қауым ойда жоқта аяқ қолынан бірдей айырылған қатыгез тағдыр Немат Келімбетовті аурухана төсегіне тастай етіп байлап тастаған күні тура 35 жасқа толған еді. Ал осы хикаяттың соңғы сөзін, яғни эпилогын 70-тің жетегіне ілінген кезде жазып отыр. Ондағы мақсаты осы хикаят қаһармандарының 35 жылдан кейінгі тағдыры мен сіздерді қысқаша таныстыру еді. Бірінші, сауатсыз хирургтан қорқам. Сауатсыз хирургтардан мен сияқты мүгедектер шығады. Мен сауатсыздықтан жасаған осылай. Білмей жасаған. Екінші нәрсе, сауатсыз кітаптан сауатсыз ұрпақ шығады. Шығармалары неміс, венгр, корей, ағылшын, француз, қытай, түрік тілдеріне аударылып, өз оқырмандарын тапты. Тағдырлы жазушының тауқыметі, жылдарындағы көз майын тауысып дүниеге әкелген еңбектері қашанда өзектілігін жоғалтқан емес. Лайықты марапатқа да, өрелі бағаға да қол жеткізді. Аса қадірлі оқырман қауым, сіз бүгін адамның рухани күш-жігерін, мөлдір махаббатын, өмірге деген құштарлығын көкке көтере жырлаған, тарихи танымдық мәліметтері мол, ежелгі ата-бабаларымыздың қасиетті шежіресінен сыр шертетін ғажайып туындыны қолыңызға алып оқисыз. Бұл кітаптың сізге ұнайтынына кәміл сенемін. Ендеше Жезқазған қаласындағы Гагарин көшесі 20-шы ғимаратта орналасқан Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалына келіп кітап алып оқыңыздар. Біз сіздерді күтеміз.